Bizde düzeltilген sanlar berilген. Арифметикалық бүгін табатымыз арифметикалық прогрессия. Арифметикалық прогрессия дегеніміз düzeltilген сандар береді. Яғни сондағы n-a n-ші мүшені табу. n-ші мүше дегеніміз мысалы düzeltilген сандар берілсе, мысалы 3, 6, 9 ара кете берсе, мысалы бірінші сан, яғни a бірінші мүшесі мына біз сандар тізбегінің. Ол 3-ке тең. Осы сандар тізбегінің екінші мүшесі 6-ға тең. Осы тізбектің үшінші мүшесі 9-ға тең. Осылай кете береді. n деген мысалы a 20-шы тұрған сан қандай деуі мүмкін. Бұны табу үшін біз ең алдымен мынау мысалы өсіп жатыр ма, кеміп жатыр ма? Яғни біз бір санның екінші санның айырмашылығын, айырымын табамыз. Ол айырымын табу дегеніміз мысалы бұл жерде формула бойынша an тең a1 қосылған n минус 1 көбейтілген d деген формуламен шығады. Мысалы мына жерде мысалы a2 дейін. a2 тең не болады? a1 қосылған, мынау n-іміз 2 емес па? Осыдан бірді азайтса, сонда шейін d болады. Мысалы a3 тең a1 қосылған, мына 3-тен не дейміз? Бірді азайтамыз. Сонда 2d формула бойынша. Енді мына жерде бізге a-ді тап дейді. Мысалы a 20-шы мүшесін тауып көрейік. a 20-шы мүшесін тап десе бізде a 20-шы мүше тең не болады балалар? a1 қосылған, бір санға кемітеміз. Қанша болады? Қанша болады бұл сан? 19d. Енді әрбір мүшенің мәндерін орнатып қойып, a1 неге тең бізде? 3 қосылған, 19 көбейтілген d-ні табуымыз керек, е? D-ні табу үшін міне a2 тең, d-ні табу үшін балалар d тең a2 азайтылған a1, яғни 6 азайтылған 3 тең 3-ке. Сонда d айырымымыз бізде тең болады 3-ке. Енді орнына апарып қоямыз. Сонда a 20-шы мүше тең 3 қосылған 19 3-ке көбейтсек 57 тең 60-қа тең. Яғни мына тізбектерде берілген сандар тізбегінде 20-шы орында тізбекте a20-шы 60 деген сан тұрады екен. Қазір осы бойынша есептер шығарамыз. Сұрақ бар ма? Тағы қанша минут болды? Енді мына жерде a1-ші мүше неге тең? a1 тең неге тең? Дұрыс. a2 тең 4-ке. Бізде мыналарға сұрақ берілген a100-ші мүшені тап дейді. Мыналарға a100-ші мүше сұрақ берілсе. Яғни a100-ші осы сандар тізбегіндегі 100-ші тұратын сан қандай деген сұрақ. Ендеше формуламыз a100 табу керек болса, a100-ші мүше тең, a100-ші мүше тең не болады? Не болады ағай? Формула бойынша a1 a1 плюс 99. N неге тең бізде? 99 d. Ал енді бізде оның астына жаз a100-ші мүше тең. a1 бар ма бізде мәні? a1-дің бірінші мүше бар ма бізде? Бар. Нешеге тең? 2. Жаз 2 қосылған 99 көбейтілген тұра тұр енді. D-ні табуымыз керек. D-ні табу үшін не істейміз? a2-ден азайтамыз. Мына жерге жаз a2 азайтылған a1. Азайтылған a1 тең. Қарашы мына жерде 4-тен 2-ні алсам, ендеше D-ның орнына апарып мәнін қой. Қай жерге қоясың сен? Тең. a100-ші мүше тең. Не болады? 99 десем, 99 2-ге көбейтсек неше шығады? 198. 2-ні қоссам 200. Отырамын. Келесі кім шаттықтан? Шорхан Диана шықеш. A1-ші мүше. A1-ші мүше. Так,
минус 2-ге тең. D айырым 3-ге тең. 3-ге тең. 3. Olsa A 53 мүшел тап. Тең. Осының формуласын жаз. Қалай сөйлейсің? A 50 тең. Не болады? Қалай болады балалар? A 50 тең. Қалай болады? A1 қосылған неше болады? 49 D. Ондан апарып қояйын. A 50 тең. A1 неге тең? 2. A1 минус 2-ге тең. Қосылған 49 көбейтілген 3 тең. A 50 тең. 49 3-ге көбейтсек. Қанша болады? 147. Одан 2-ні алсақ 145.